Селям алейкум, урметлі серджилер. Бу UA TV студияда Украина хаберлері. Бүгін январінің 16-сы салы күні. Прокурор Украин Володимир Балухны 3 ел ве 7 айлық ерлешув колониясына макюм етмеге талап етті. Фаль патрон ве тротил ташларының канунсыз суреті сақлап тұтуында қабатланыла. Әмді оны $350 мегдарында пара жазасын одемеге талап етелер. Ишғал етілген Қырымның Русия незаретінде чалышқан Ақшейх район махкемесінде Украин фалінің давасы бойынша махкеме отырышы кечірілді. Қабатлы жетараф Балухның қабаты тамамынен избатланғаныны білдірді. МС Ознев бетінде махкеме кетешаты девамында қабатлав тарафының шаатларының бұйық бір қысымы сорғуға чекілмегеніні қайт еті. Тінту вақтында алынған делилерден есе файдаланмаға мүмкін дегіл, чүнке олар қанун бозылулары иле топланылған еді. Нақтай назарым үшін саяси тақыпке оғырағыным аңлашыла. Бұл қадар бір системасыдыр. Қорқызмақ, сұстырмақ, меслеке фікір білдірмек үшін чөря қыдырмамақ. 2014 сенсі Қырымда 14 сенсі барде олған вақияларының бұйық бір жинаят олғанымыны ве осептен әркесінің жеза көргеніні анлаған инсанларға незбеттен қоланылған система. Володимир Балух 2016 сенесі декабрь айында тұтып алынды. ФСБ хадимлері вычардағында 90 патрон ве бір қач тротил ташының тапылғаныны білдіре. 2017 сенесі август айында Украин фалі 3 ел ве 7 айлық умуми низам колониясына макюм етілген еді. $170 мегдарында пара жазасыны демеге керек еді. Истинав шекиетінің бақылмасы девамында Балухның үкмі лағу етілі, и 60 текрар бақуға йоланыла. Бүгін Ақшейх махкемесі үкміні илан етті. Балухның имайесі ве ұқу қорчылы ежілар оның Украин тарафдары олғаны үшін тақип етілгеніні білдіре. Ишғал етілген Қырымдаки еві үзерінде Украина байрағы асылған еді. Юқары Радада Донецк ве Луганск вилаятлерінің вақтынжа ишғал етілген топрақлары үзерінде Украина девлет суверенитетінің пекетілмесі бойынша девлет сиясетінің хусусиетлері ақында адлы қанун лейхасы бақыла. Парламентке сенетні Украина президенті октябрінің 4-інде кірсеткен еді. Алтысында депутатлар оны бірінші оқuvda қабыл етті. Айны вақытта деоккупация қындaki қанун лейхасына огренген парламентның янында стоп интиқам акциясы кечірілі. Юқары Рада янында қарарнен 100 инсан топланды. Бұл қанун лейхасыны дестеклей ве Русияге қаршы санкцияларының арттырылмасы ве коллаборационизм жазасының да қатты етірілмесі кебі мәселелеріні рейберовге чықармаға талап етелер. Митингні халық депутатларының Донбасының деоккупациясы ве реинтеграциясы ақында қанун лейхасыны қабыл етмегеніне қадар девам етежек олалар. Русияның тежавуш мемлекет оларақ танылмасының тимсалі да оларақ фаллерге Георгия ве Русия байрағы түйсінде олған шеретчіклеріні яқты. Сьогоднішнє символічне спалювання Бүгінгі Георгий шеретчіклерінің Русия байрақларының аташке берілмесінің мынасы шудыр. Украинаның Русия тесірі, Русияның капиталы Русия олигархларından темізденмесіні істейміз. Менімше бұл меселе әм Украин жемиетіні, әм Украин саясетчілеріні бірлештірмек керек. Такі законопроекти, на нашу думку... Бұл қанун лихалары әршіні ачық-ачық адлай. Русияғы қатын тежавуджы әрекетлері Украин девлетіне қаршы йөнелген. Бұл әрекетлерінің де муа ең бір нетежесі олacak. Әр істеген қануны бозамаз. Украин акиметіне қаршы турамаз. Бұндан сон месулиетіні алмадан. Русия тешвиқаты Украинаның харби Авропадаки имиджіне менфите сіреті. Бұны Украинада Авропа бірлігі темселджілігінің рейсі Хюк Мингарелі Киевді Украина ве шарқы еш бірлікнің дегер мемлекетлерінің хавсызлық тәлікелері олыжы жеваплар сәрлевалы төгерек маса девамында айтты. Мингарелінің сөзлеріне көре Кремль аселет Авропа мемлекетлеріне Украина ақында ялан малюмат бере. Мемлекетні ве оның дүния мейданындаки роліну зайфлаштырмақ için.
Бу ялан малюмат компаниясының тесірі буюк. Тек Украинлерінің өз мемлекетіне насыл қымет кескеніне дегілді, Украинаның Ғарби Авропадаки сыфатынады. Ғарби Авропада Украинаның имиджи мемлекетті олғанына уймай. Жоқысаларда бұл Ғарби Авропа мемлекетлерінде олған дезинформацион компанияның нәтижесідір. Ilk sefer 4 Ukrayn tennisçisi Australian Open yarışının ikinci dairesinde oynayacak. Elina Svitolina, Katerina Bondarenko, Marta Kostyuk ve Lesya Tsurenko. Sonkesi bugün Rusiyalı Natalya Vikhlyantseva'nın 3-6, 6-3, 6-4 hesabı ile yanıp başlangıç manyanı açtı. Vikhlyantseva birinci partiyada galibe kazanıp ikincisinde de birincilikni kazanmaktaydı. Ama Ukraynalı Tsurenko Kurushov amelini өз тарafına çekip oldu. İkinci basamakta Ukraynalı Polonyalı Agnieszka Radwanska ile oynayacak. Yanvarın 17'sinde Melbourne'un 3 çeşit kortunda oyun konunu Elina Svitolina, Katerina Bondarenko ve Marta Kostyuk açacak. Erkeklerde Alexander Dolgopolov, Avustralyalı Matthew Ebden ile oynayacak. Şimdi bir kişilik sınıfında tek bir zaya var. Katerina Kozlova. Maria Primachenko'nun dünyasında көрülmegen hayvanlar yaşay ve çiçekler öse. Kiev'de Taras Shevchenko adına Milli Muzeyde ressamның doğumundan 109 yıllığına bağışlanған sergi geçirili. Resimlerinin ters tarafını muhbirlerimiz gördü. Көрілмес. Ресам Мария Примаченко сергісінің зерлевасыдыр. Музейнің 6 залында или 5 сары тағдым етілген. Зали ми поділили тематично. Залларны мевзуларға бөлдік. Бұлар фантастик айванлар. Sonra ev айванлары или зал. Обыр қанаттаки зал тілеклерге бағышланған. Сергінің хусиеті шунда кезеречілер ресімлерінің көрілмес терс тарафыны көре біле. Перше ми показуємо зворотній бік картин. İlk sefer resimlerinin ters tarafını gösterdik. Yani yazılarını Maria Primachenko'nun öz kolunun yazganlarını. Onlardan fotosunu çıkardık ve resimlerinin astında bastırdık. Bundan evvel bunu da kimse yapmağanıdı. Bu gaye eserlerini başkaca aydınlata. Bazı da yazılar daha da çok malumat beri. Süjet daha da meraklı ola. Komiks gibi ola. Виктория Цеменитый Литван, екесінедір Киевде яшай ве чалыша. Дейки Примаченконың иджадынен балалығында танышылды. Бабасы оны ресамның ресімлері ile китап бағышлаған еді. Для меня такая возможность через много лет опять... Менің үшін çok yıldan son sevimli resamым ile көрішмеге bir imkandır. Pek ifadeli. Ama aynı vaxıtta sədedir. Hikmet saqlаған bir sanattır. Sergi ile aynı vaxıtta muzeynin atriumunda Şarj Estrada teatrının repetitsiyası keçi. Muzey ziyaretçileri için aktörler Maria Примаченконың iki dünyası hakkında Cennet Toprağı spektaklini hazırlagan. Onun hayatı hıqı bir ömür ve hayalları ömrüne bölüne. Bütün bu mecaz, tuş, bala korkuları dünyasına biz de bütün bu şeyini aks etemiz. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini sizler Ukrinform saytında okuyabilirsiniz. UA TV ile olunuz. Sağlıkla kalınız. Görüşkence.